Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын экранда көрсетілген суреттерге назар аударайық. Суреттерде нелер бейнеленген? Және бұл символдар туралы не білесіздер? Осы сұрақтардың жауабын өзіміздің WhatsApp желісіндегі топқа жіберулеріңізді сұраймын. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік нышандары, символы независимости. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Записываем новые слова в словарной тетрадь и выучим обязательно. Повторяем. Тәуелсіздік нышаны, символ независимости. Бейнеленген, изображен. Қанатты тұлпар, крылатый конь. Кран, орел. Уок, унина, то есть кривые палочки, на которых держится верхний круг юрты, для привязания решетки. Жол сілтеу, направить дорогу. Келешек, будущее. Құрмет, уважение. Ұлықтау рәсімі, церемония. Ендеше, балалар, тыңдалым тапсырмасы, 3-ші тапсырма 27-ші бет. Следите за текстом. Слушаем. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба, әнұран. Олар тәуелсіздігіміздің нышандары болып табылады. Қазақстан Республикасының туында күн сәулесі бейнеленген. Жер жүзіне нұрын шашқан күн сәулесінің астында қияға қанат қаққан қыран салынған. Ол тыныштық пен баянды өмірдің белгісі. Ал ою өрнек тудың қай елдікі екенін білдіреді. Елтаңбада көгілдір түстің үстіне шаңырақ бейнеленген. Одан жан-жаққа күн сәулесі тәрізді уықтар тарайды. Шаңырақ пен уықтар біздің отанымызда тыныштықта жарасымды өмірі сүріп жатқан халықтардың достығын көрсетеді. Елтаңбаның бір бөлігінде ертедегі қанатты тұлпар бейнеленген. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы бесбұрыш бақытты өмірге жол сілтейтін жарық жұлдыздың белгісі. Төменгі жағындағы Қазақстан деген жазу республиканың атын көрсетеді. Масақ отанымыздың байлығын білдіреді. Әнұран мемлекеттің салтанатты әні. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы айтылған. Әнұранды қолын жүректің тұсына қойып тұрып айтады. Бұл өз мемлекетіңе деген құрметті көрсетеді. Теперь слушаем перевод. В Республике Казахстан государственными символами являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. Государственный флаг с изображением в центре солнца с лучами, под которым парящий орел. У древка вертикальная полоса с национальным орнаментом, символизирует чистое небо, мир и благополучие, а одноцветие фона – единство нашей страны. А государственный герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанрака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уйки. Справа и слева от шанрака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись «Казахстан». Колосья обозначает богатство нашей страны. А гимн – торжественная песня государства. В словах рассказывается о тысячелетней истории сегодняшней жизни и мечтах людей. Гимн нужно петь стоя, положив руку на сердце. Это показывает уважение своей стране. Ендеше, балалар, тапсырмаларды орындауға кірісейік. Приступаем к выполнению заданий. Айтылым, 4-ші тапсырма, 27-ші бет. Сұрақтарға жауап бер. Отвечаем на вопросы по содержанию текста. Это устное задание отправляется голосовым сообщением. Дескриптор 4 балл. Келесі жазылым тапсырма, письменное задание. 5-ші тапсырма, 27-28 беттер. Үлгіге қарап, бір сөйлемге бірнеше сұрақ құрастыр. Составьте на одно предложение по 3 вопроса. Дескриптор 6 балл. Например, у вас на 27-м странице уже показан образец. То есть
Предложение такое. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің нышандары болып табылады. Теперь на это предложение составляем первый вопрос. Я хочу, например, взять слово тәуелсіздігіміздің, да? Хочу засекречить это слово. Значит, я беру на это слово, задаю вопрос. Тәуелсіздігіміздің. Ненің? Значит, что делаю? Чтобы правильно получилось предложение, вопрос я делаю так. Мемлекеттік рәміздер ненің нышандары болып табылады? То есть ответ тәуелсіздігіміздің, да? Я тут спрятала слово тәуелсіздік. Теперь второй вопрос к этому предложению. Я хочу тут скрыть слово мемлекеттік рәміздер. Что? Да? Нелер. Нелер тәуелсіздігіміздің нышандары болып табылады. То есть ответ мемлекеттік рәміздер. Теперь третий вопрос к этому предложению. Я хочу уже тут спрятать слово нышандары. Нелері или несі, да? Теперь мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің несі болып табылады? Нышандары ответ. Надеюсь, вам все понятно. Тапсырмалар түсінікті деген ойдамын. Остальные 4 предложения, к 4 предложениям вы составляете по 3 вопроса. Тапсырмалар түсінікті деген ойдамын, балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.